Осылай қайнай бастаған кезде осы жаңғақтарды біз 5 минут қайнатамыз. Сосын отымызды сөндіреміз. Енді қайттан отқа қоямыз осыны. Және 15-20 минут қайнатамыз. Одан аз, немесе одан көп қайнатудың қажеті жоқ. Бұндай жаңғақтардан тосап қайнатқан кезде бұл жаңғақтардың, яғни олардың арнайы бір өзінің иісі болады, смола одан бөлінеді. Дәміне қарай, қышқыл дәміне қарай біз қанттың және судың мөлшерін 2 есе құямыз. Яғни 1-2, 1 келі шырша болса 2 литр су, 2 килограмм қант. Менде пробаға пісіріп жатырмын, қайнатып 250 грамм жаңғақ жинап үлгердім үйдің қасынан. Соған 500 грамм су, 500 грамм қант қостым. Міне мен 15 минуттан артық қайнаттым. Осыны енді тоқтатамын да бетін жауып 24 сағатқа қоямын. Келесі күні тағы да қайнатуымды жалғастырамын. Міне бізде 2-ші күн. Мен қайтадан шыршаларды, жаңғақтарды отқа қойдым. Әлі біздің сиропымыз сұйық. Қайнаған сәттен бастап таймер қосып қойыңыздар. Осы уақыт аралығында біз қайнатып алуымыз қажет. Бұл бізде 2-ші күнгі қайнатып. Баршаңызға сәлем. Қазір мен 3-ші күн міне мына шыршаларды қайнатайын деп жатырмын. Негізі 2-ші күні 15 минут қана қайнату керек еді, бірақ мен шатасып 25 минутқа қайнатып қойыппын. 25-30 минутты 3-ші күні қайнату керек еді. Енді ештеңе етпейді. Бүгін 25 минуттай қайнатамын. Және сироптың консистенциясына қараймын. Егер ол дайын болып тұрса, мүмкін аз уақыттың ішінде қайнатуымыз керек шығар. Оны қазір мынау біздің тосабымыздың сиропы ысысын, отқа қойдым. Қазір енді көреміз. Біздің сиропымыз дайын. Мен отты сөндіремін. Міне қарап отырсаңыздар, менде мынау сыздым ғой жаңағы варенье сиропты да. Сол кезде мынау ортадағы ашық қалғандар кішкене тезірек жабыла бастады да. Яғни менде кішкене сұйықтау. Егер қою қажет болса, егер қою қайнатып қойған болсаңыздар, мынаны былай сызған кезде бұл бізде ұзақ тұрып қалады. Міне менде ақырын жиналып жатыр. Ал қоюдікі сәл баяу жабушы еді линиясы сызығы. Енді мен қазір сөндіремін. Және басқа да тәсіл бар, мен оны бұрыннан қолданамын. Қазір мен бір тамшы жасайын. Міне, мына тосап тамшысы ешқайда ағып кетпеді. Ол қалай тамды, сол жерінде тұр. Жан-жақ ағып кеткен жоқ, жайылып кеткен жоқ. Сол бір қалпында тұр, тамған жерінде. Біздің сиропымыз, яғни біздің тосабымыз дайын деген сөз. Енді біз ол тосапты толық суығанын күтеміз. Оған дейін біз банкаларымызды стерилизовать етіп, құрғатып, дайындап қойымыз қажет.